Саламатсыздар ма? Бүгін ерекше пирожки дайындайын деп жатырмыз. Бұл пирожкидің құпиясы қамырында болып тұр. Қамыры өте жұмсақ, бір басқаша қамыр болып шығады. Оның себебін сіздерге түсіруді жөн көрдім, өзім біреуден көргеннен кейін. Мінекей 3 қасық, ас қасық ұнды саламыз. Тұз саламыз 1 шай қасық, 1 ас қасық шекер саламыз да 1 стақан қатты қайнап тұрған кипяток суды құямыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Арасында мындай комочектер, жандай кішкене ірітпіктер қалып жатыр ғой. Оларға мән бермеңіздер, жақсылап араластырыңыздар. Кейін қамырға араласып кеткеннен кейін көп қамырға ол езіліп кетеді. Міне жақсылап араластырдым. Сосын тағы кішкене кипяток құйып жіберіп жатырмын. Өйтулеріңізге де болады, қатты қою болып баратса. Себебі мына мен салған 3 ас қасық ұнымды толтырып салғанмын ғой. Сосын шамалы қоюлау болып қалды да, кішкене ыссы суды кипятокты құйып жатырмын. Болмаса толтырмай 3 ас қасық салсаңыздар, сол 1 стакан ыссы кипяток су жарайды. Және осыда мына жерде мен ұмытып кеткенім, 3 ас қасық шемішкі май қосып араластырып қоюларыңыз керек, шамалы, міне тұнып тұрсын. Енді жылы суға 1 стакан, 1 ас қасық құрғақ дрожжды алып, ашытқыны жақсылап араластырып жатырмын. Ішіне кішкене шекер салып жіберіп жатырмын. Ол шекер салмасаңыз да болады. Себебі мына жақтағы жаңағы кипятокқа езіп қойған 3 ас қасық ұныма 1 үлкен ас қасық шекер салдық қой. Енді міне жаңа ұмытып кеткен шемішкі майымды міне осы қазір құйып жатырмын. Негізі бірге жаңа кипятокты құярдың алдында құйып жіберулеріңіз керек. Бірақ есесі бәрі бірге араласып кетеді. Бұның қандай құпиясы бар екенін химиялық жағынан мен білмедім, бірақ осылай жасаған қамыр өте жақсы жұмсақ болатынын көрдім. Сосын сіздерге көрсетіп жіберейін деп жатқаным ғой, бір пайдам тиіп қалар деп. Бұл жаңа апары деп айтады ғой, ол да емес, өзі бөлек, тек қамырды ыссы кипятокқа жаңадай езіп алу шекерімен, тұзымен. Енді міне анау шамалы басылды, кипяток ұн араласқасын, май араласқасын. Енді мына дрожжымызды езген жаңа жылы суға осын үстіне құйып жіберіп, осыны тағы араластырамыз жақсылап. Сосын 500 грамдай ұнды, 700 грамда болуы мүмкін, ол өзіңіз қарайсыз, енді суыңыздың деңгейіне, мына сұйығыңыздың. Сосын жетпей атса, қатты сұйықтау болып, кішкене қосыңыз. Менде мына жерде 500 грамм ұн, сол 500 грамм ұнға мына 1 тостақ жаңа езгемне дрожжымды, жаңағы немді кипяток суға езілген қамырымды бәрін салып, араластырып, қасықпен жақсылап араластырам. Егерде бұлжырақ болып кетіп атса, ұн салам дедім, бірақ көп ұнға әуес болмаңыздар. Бос, бұлқылдақ қамыр болған жақсы. Қолға осылай жабысып тұратын болса да дымда қылмайды. Қолыңызды шемішкі маймен майлап алып, мына неге жақсылап араластырып жіберіңіз. Ұстаған кезде қолыңызға жабысып атса, шемішкі майлап алыңыз да қолыңызды, солай нанды елеп жіберіңіз. Сосын соны 1 сағатқа бастырып қойдым. Бастырып қоймай да жасай беруге болады дейді, но мен бастырып қоюды жөн көрдім, көтерілсін деп. Ол 2 есе болып көтерілді. Оған дейін мен міне жуаларымды турап, 2 бас жуа, 2 бас моркоп турап, неге кішкене шемішкі майға қуырып, капусталарды шинковать дейді ғой. Теркадан өткізіп алдым моркоптардан еки. Камерада дұрыс көрінбей қалыпты. Және мына жерде қамырым шетінде тұр, оны пакетке орап көтерілсін деп қойып қойдым осы шетке. Мінекей морковтарды жаңа жуамен бірге жақсылап қуырып аламыз, қатты күйдіріп жібермей. Сосын үстіне шинковать етіп, капустаны жұқалап, турап, оны да салып қуырамыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін кішкене бетін жауып. Мінекей капустамыз қуырылып жатыр. Оған бұрыш сеуіп жіберем. Қара бұрыштан молдау қылып, енді жақсылап қақпағын жауып қоям. Пока қамырым не істегенше, көтерілгенше. Мынаны жақсылап араластырып жіберем. Бір қолмен араластырып береді. Осыған томат, 2 қасық томат қосып жіберулеріңізге болады. Мен біздер томат онша жақсы көрмей жүрік, соңғы кезде соны қосқан жоқпын. Осылай да жақсы болып шығады. Мінекей қамырымды көп ұндамай қолымды шемішкі майлап алып,
жақсы көтерілген. 2 есе көтерілсе тіпті жақсы болады. Бірнеше бөліктерге бөлдім. Мына жерде қанша бөлік бар? Мінекей 5, 6, 7, 8, 9, 10 шақты ма, 15 шақты ма пирожки шықты. Оны жұмсақ қамыры, сондықтан астына ұн салып қойдым. Жерді ұндадым. Бірден майымды қыздырып қойып, ортасына мол қылып капустаның салмасын салып, қуырып жатырмын. Мінекей, пирожкилер қуырылып жатыр. Әне көріп тұрғаныңыздай шариктері шығып, жаңа 2 есе ұнымыз, қамырымыз көтерілген. Енді отты жартысына дейін жететіндей майды құямыз, жақсылап көтереміз майды. Сосын орташа отта, қатты да емес, жай да емес, қуырып аламыз. Ортасында капустасы піскен, жақсы, мінекей пісіп тұр. Тарамыз. Мыналар не пісті. Мыналарды жинап аламыз. Мінекей, піскен пирожкилерімді тәрлікеге салып алып кетіп, мына жақта балдарымды жеп үлгеріп жатыр. Тез майдың астын жайлатып қойғандарыңыз жақсы. Жалпы пирожки пісіргенде де, бауырсақта да чугунный затқа пісірген жақсы, асты қатты күйіп кетпейтін. Темір сковородкілер уже ортасынан бастап майы қатты қызатта, тез күйіп кетіп жатады. Тек тез істеп үлгеріп отыруларыңыз керек. Мұнымен қосып мен еще шай да беріп жатырмын үйдегілерге. Пирожки асыққаннан төгіліп жатыр. Сөйтіп тез пісіріп тастадым. Ең соңғы пісіріп болған кезде сіздерге көрсетуге бір 2 пирожкиім қалыпты ғой, қалғанның бәрін жеп қойыпты. Несі да жұмсақ, нанында тамаша пирожки болып шыққан. Пирожкилер деген жұмсақ 2 түйірі қалыпты. Бәрін алар жеп қойды, жақсы болғасын. Жұмсақ бөлсеңдіздер, жұқа өзі наны. Ішінде капустасы бар, бұршымен балдарым бәрі әне. Әлі жеп жатыр. 2 түйірін ғана түсіруге бұйырыпты қалып. Шашпай балам. Күшті. Жұмсақ пирожки. Керемет. Мына рецепт жақсы екен.